Мәжілісте есірткіге қарсы күрес тақырыбы бойынша үкімет сағаты өтті. Ішкі істер министрлігінің өкілдері депутаттарға осы бағытта атқарылып жатқан жұмысты баяндап, есірткі мен психотроптық заттардың айналымына тосқауыл қоюда қолданылатын құралдарды таныстырды. Мына жерде мысалы Зиклуб дейміз, бұл жерде әрбір интернет дүкенінің өзінің маркировкасы болады. Көрмеде есірткі түрлері, бұрын тәркіленген есірткі зертханасының макеті көрсетіліп, синтетикалық есірткі өндіретін жерасты цехтарын анықтау және жою операциялары, ұлттық ұлан техникасы мен кинологиялық қызмет туралы айтылды. Жиында ішкі істер министрі Ержан Саденов әлемде есірткінің 1000-нан астам түрі бар екенін көпшіліктің қаперіне сала отырып, полиция тарапынан жүргізіліп жатқан шараларға кеңінен тоқталды. Ағымдағы жылы бізбен 4 трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топ жойылды. 14 топ қатысушы қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Олардың ішінде 13 шетел азаматтары. Олардан шамамен 100 килограмм синтетика, 85 тоннадан астам прекурсор, 13 реактор және 1000-нан астам зертханалық құрал жабдықтары тәркіленді. Құқық қорғау және арнайы органдармен барлығы 75 жасырын есірткі зертханасы жойылды. 100 тоннадан астам прекурсорлар тәркіленді. 8 тоннадан астам тұтынуға дайын заттар өндірісін жолы кесілді. Бұл шамамен 25 миллион бір реттік дозалар және мыңдаған аман қалған адамдардың өмірі. Атап өту керек, құрамында есірткі бар өсімдіктерді анықтап, оларды жою мақсатында ішкі істер министрлігі жыл сайын маусым және қазан айларында қарасора жедел профилактикалық іс-шарасын өткізеді. Әдетте операция барысында 15-тен 20 тоннаға дейін есірткі тәркіленеді. Ал биыл бұл көрсеткіш өте жоғары, яғни 37 тоннаға жетті. Бүгінде нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрестің кешенді жоспары бекітілген. Жоспарды іске асыруға мемлекеттік және қоғамдық институттар жұмылдырылды. Құжат аясында есірткіге қарсы жұмысты тиімді үйлестіру үшін ішкі істер министрлігі бейіндік қызметін кеңейту мәселесі де қарастырылып жатыр.